Үйде жасалатын осындай көлемді болып шығатын қатпарлы самсаның рецептісімен бөлісемін. Осылай самсаларыңыз қытырлап, қатпарлы болып шығады. Осы рецептпен жасайық. Дәмді самсаларымыз осылай болып шығады. Ыдысымызға салқын суымызды құйып аламыз. Және ас тұзын қосамыз. Електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Қолымызбен қамырымызды илеп аламыз. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Пайдалы және оңай рецепттермен бөлісіп отырамын. Ал енді үстелдің үстіне илеп аламыз. Қамырларымыздың иі қанып, осылай әдемі болып шықса, самсаларыңыз да әдемі шығады. Осылай 3 бөлікке бөліп домалақтап аламыз. Алдағы уақытта қандай рецепт күтесіздер, және де осы рецепт пайдалы болса, лайк басып пікір қалдырып қойыңыздар. Қандай рецепттер көргілеріңіз келеді, төменге жазып кетсеңіз болады. Қамырымызды осылай жұқартып жайып аламыз. Осылай жұқартып жайып болған соң майымызды қыздырамыз. Осы тоң майымызға кішкене ғана сұйық майды қосып, араластырып, ерітіп, қыздырып аламыз. Және осылай ыстық кезінде қасығымызбен әр жеріне құйып аламыз. Қолымызбен барлық шетіне біркелкі етіп жағамыз. Ораған кезде тартып отырып ораймыз. Ал енді салмасына етімізді турап аламыз. Майдалап осылай еттерімізді турап аламыз. Немесе тартылған ет қоссаңыздар болады. Етімізді майдалап турап болған соң, пияздарымызды да дәл осылай майда етіп тураймыз. Етімізді, пиязымызды ыдысымызға салып алып, дәміне қарай ас тұзын қосамыз. Және қара бұрыш қосамыз. Қолымызбен езіп отырып араластырып шығамыз.
Ал енді самсаларымызды майда бөлікке бөлеміз. Бізде осы кезде қамырымыз қатып, дайын болып тұрады. Ешқандай зиянды қоспаларсыз, арасына табиғи майымызбен жағылған самсамыз дәмді әрі қатпарлы болып шығады. Осы бөліктерімізді жайып шығамыз. Жұқалап жайып аламыз. Ал енді салмамызды қасығымызбен салып отырамыз. Самсаны түйген кезде осылай ұш-ұштарына біріктіріп аламыз. Сол кезде самсаларыңыз көлемді болып шығады. Жақсы көтеріледі. Ұштарын ғана біріктіріп шығамыз осылай. Ал енді екінші түйілу әдісін көрсетемін. Ұштарын кішкене осылай біріктіріп шығамыз. Шетінен бастап қайырып отырып осылай жалғастырамыз. Қайырып бір басып аламыз және осылай соңына дейін түйіп шығамыз. Пешімізді осы кезде қыздырып қоямыз және листімізді кішкене майлап самсаларымызды салып аламыз. Бір дана жұмыртқамызды араластырып, бетінен жағып шығамыз жұмыртқамызды. Үстінен қалауыңызға қарай қара немесе ақ күнжітті сеуіп аламыз. Самсаларымыз дайын болды, ас